Бәріңізге сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді, құрамына ешнәрсе қажет етпейтін, тез дайын болатын дәнекелердің рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркеліп алыңыз. Дәнекелдің құрамы өте қарапайым. 2 картоп, шуа, 1 кішкене жұмыртқа, шым-шым тұз және де 2 ас қасық ұн қажет болады. Ең алдымен картопымызды үткіштен өткізіп алатын боламыз. Картопымызды жақсылап өткізіп алған соң, жуамызды да дәл солай үткіштен өткізіп шығатын боламыз. Міне картоп және жуамызды жақсылап өткізіп алдық. Содан соң алдымен жақсылап араластырып, содан соң үстіне 1 жұмыртқамызды жарып салып, және де дәміне қарай тұзын салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Және де үстіне 2 ас қасық ұнымызды қосып, жақсылап араластырып шығамыз. Содан соң тавамызға майымызды құйып, қыздырып қуырып алатын боламыз. Міне дәл осы видеодағыдай етіп, айналасын жинақтап, алдымен тавамызға салып аламыз. Міндетті түрде дәнекелерді қуырып жатқан кезде қақпағын жауып қойыңыздар. Міне таңғы асқа дәнекелерді осылай тез дайындап ұсынсаңыздар болады. Құрамына көп ештеңе қажет етпейтіндіктен дәнекелеріміз өте тез дайындалады. Астын осылай қызарғаннан кейін аударып алатын боламыз. Екінші жағында дәл солай қызартып пісіріп аламыз. Міне дайында болып қалды. Ыдысымызға түсіріп аламыз. Сіздер де дәл осы рецептімен міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады.